Келін. Хикая. Аудио кітап авторы Шаймерген Әлдибекұлы. 2 бөлім. Әпке, деді бір күндері Гүлғайша әсемге, біз бір үй тауып едік. Мына Күлпәш екеуміз тұрсақ деп, осы үйде тұра берсең болмайтын ба еді. Әсем ренжігендей қалып білдірді де, Гүлғайшаның қысылып тұрғанын байқап қап, оны іш тарта сөйледі. Жарайды, ағаңа да айтайын. Ұмытып кетпей, үйге келіп тұрында, әпке, көрсеткен жақсылықтарыңызды қалай ұмытайын? Аға екеуіңізге өле-өлгенше қарыздармын. Рахметсіз, дерге, аға менің кеткеніме ренжімесін. Сәлем айтарсыз, деді Гүлғайша үйден шығып бара жатып. Студенттік өмірде басталды. Гүлғайша тек кеште ғана институт партасына отырып қайтқаны болмаса көбіне көп қолы бос. Ал Күлпәш болса уақытқа зәру. Қолы қалт етіп босай қалса сабағына дайындалады. Күндіз жұмыс істейді. Сол өздері оқитын институтта киім ілуші. Өз күндерін әрең көріп отырған ата-анасына ауыртпалық салғысы келмейді. Бір рет еші біраз ақша салған екен, әкесіне былай деп хат жазды. Маған ақша салып әуре болмаңыздар, мен студент деген атым болмаса, күндіз жұмыс істеймін. Қайтсын, жастайынан өмір тауқыметін көріп өсті. Әкесі отан соғысының мүгедегі кеңсенің күзетшісі. Шешесі аурушы. Өзімен тете жалғыз сіңлісі оқушы. 3 күннен соң алғашқы ақшамды алам, соған бір жемпір алып кимесем, үстіме ілетінім қалмады деп Күлпәш тозыңқыраған көк жемпірін шешіп халатын киді. Жылтырағаны жалғыз сол болған соң біраз уақытқа дейін күтіп кигені де жөн ғой. Гүлғайша оны қатты аяп кетті. Менің үйде киетін жемпірімнен жаманды ол сабаққа, жұмысқа киіп барады. Менде артық 1-2 жемпір, көйлектер бар. Соны Күлпәшқа берейін деп ойлады. Күлпәш, менің мына жемпірім мен көйлегімді саған сыйласам ба деп тұрмын, деді Гүлғайша. Жоқ, рахмет, алмаймын. Күлпәш ыңғайсызданып қалды. Екеуміз апалы сіңлілердей болып кеттік емес пе? Біріміздікін кигенде тұрған не бар, деді Гүлғайша, өзі де бекер айттым ба дегендей қысылып кетті. Бәрібір бұл жемпірлер менде киілмей босқа жатыр еді. Рахмет, Гүлғайша, деп Күлпәш риза болған көңілмен келіп құрбысының бетінен сүйді. Гүлғайша әкесін аға дейді. Тұңғыштары болған соң Гүлғайшаны кемпірге берген. Ол кісінің көзінше Гүлжан да, Тоқтарбай да Гүлғайшаны балам деп еміреніп бетінен сүйген смес. Бертін келе қыздың сәби жүрегі әке-шешесінің кім екенін сезініп біле бастады. Бірақ тіс жарып, ешкіме ештеңе деген жоқ. Ол жастайынан не кием, не ішем демей, еркін өсті. Енді, міне, студенттік өмірдің ризығын бірге татып, Күлпәш екеуі тату құрбылар болып тұрып жатқаны мынау. Бос уақыттарында екеуі сабақтарын пысықтайды, ойын-сауыққа бірге барады. Бір күні бірге оқитын құрбыларының үйлену тойы болып, екеуі сол тойдың құрметті қонағы ретінде шақырылды. Той көңілді өтіп жатты, студенттер билеп жүргенді. Бір уақытта Гүлғайшаны өзі бұрын көрмеген бір қара торы, пырықтау келген ұзын бойлы жігіт биге шақырды. Гүлғайша сол жігітпен бірнеше мәрте билеп, ақыры бұл кеш екеуінің танысып білісумен естерінде қалды. Байқа, Гүлғайша, ұнатып қалған екенсің, сырын білмеген аттың сыртынан жүрме дегендей ол жігіт сені жер соқтырып кетіп жүрмесін. Институт бітіргелі отырған адамның қызы жоқ дегенге кім сенеді, деді Күлпәш үйге келген соң. Маған ол жігіт бар сырын ашып салды, деді Гүлғайша, өзі жуас сияқты. Сондай мінезімен кімге сөз айта қойды дейсің? Сабақ деп жүріп уақытты текке өткізіп алыппын, өмір өзі-ақ тауып береді деп ойлаушıyım. Сен шығарсың сол өмір кездірген адам деп тұр. Жүрек алдамайды демейтін бе еді. Мен оған қалтқысыз сендім. Қысқы сессияда жақындан қалды. Семинар, коллоквиум дегендер көбейді. Гүлғайшаның сабағы ауырлай түсті. Қанша оқиын десе де басына қонар болмады. Енді не істеу керек? Мұндайда ол кітаптарын лақтырын тастап Күлпәштің жұмыстан келуін күтеді. Ол келсе бір жадырап қалады. Сабаққа да зауқы соғып қолына қайта кітап алады. Екеуі сабаққа дайындалып түсінбегендерін Күлпәштан сұрап отырады. Кенет есік қағылды. Бұл кім болды екен? Деп ойлап үлгергенше үйге еріп кіріп келді.
Күлпәш пен Гүлғайша оны жылы шырай танытып, жақсы қарсы алды. Дастархан басында біраз өңгіме дүкен құрғаннан кейін ерік билет әкелгенін айтып, екеуін киноға ертіп кетті. Міне, жаңа таныс бұл жігіт бұдан былай үйге келуін жиілетін, туыстарындай болып кетіп еді. Ол келген сайын қыздарды бір жерлерге шақыра кенет. Бірде Күлпәш, екеуің барыңдар, менің жұмысым бар еді деп сылтауратып үйде жалғыз қалып жүрді. Мұндайда ол сабағын пысықтайды. Кейде жападан жалғыз отырып алып, Гүлғайшаны кінәлайтыны бар. Қыдырудың да орны бар емес пе? Онан да сабағын оқыса, оған пайдалы болмас па еді. Әйтсе де Күлпәш Гүлғайшаның көңілін шыққан емес. Бетіне де айтып салып жүрді. Ондайда Гүлғайша өкпелеп қалғанымен артынан күлісіп отырғаны. Күлпәшқа оның кек сақтамайтыны ұнайды. Дастархан басында біраз әңгіме дүкен құрғаннан кейін ерік билет әкелгенін айтып, екеуін киноға ертіп кетті. Соңғы кезде Күлпәш құрбысының жағдайын көбірек ойлайтын болып жүр. Сабақ үлгерімі көңілдегідей болмай, оқудан шығып қалмаса екен дейді де. Өзіне оның кейбір қылығы да ұнамай барады. Ең жақын құрбысы санағандықтан бірден-бір жанашыры да өзім деп түсінеді. Ендеше ол жанын жегідей жеген шырғалаңнан шығудың амалын қалай таппақ? Жақын күннен бері Гүлғайша жігіті ерікті көбіне өзі істеп баратынды шығарды. Өстіп жүріп бір емтиханнан сүрінді. Күлпәштің Гүлғайшаға жаны қатты ғашиды. Қолдан келер іс емес. Деканнан қайта тапсыруға рұқсат алған екен, тағы құлап шығыпты. Салы суға кетіп жүргені. Ешкімге сездірме дейді. Бар сырым ашылған соң ел жұртқа не деп қараймын дейді-ау. Жасырғанмен бәрібір ашылмай ма? Ой тұйығына тірелгенде Әнуарға айтсам ба деп деді. Ерік пен Гүлғайша саябақты біраз қызықтап кафеге кірді. Гүлғайша шөлдегенде шөліңді басатын сусынның төресі сыра болады. Содан ішсек қайтет деді Ерік. Жарайды, болсын. Гүлғайша қалаға алғаш келіп әкелерімен бірге отыр. Гүлғайша қалаға алғаш келіп әкелерімен бірге отырып тамақтанғанын есіне алды. Онда сыра ішуге рұқсат етпеп еді. Енді көрмекке бекінді. Екеуін тауыса аласың ба? Ерік қуақылана жымыңдады. Қайдам іше көрейік те. Әзіл қалжың дәмді жасалған тамақпен бірге шымшымдан бойға тарап жатты. Ұрттап көрген Гүлғайша. Мынауының дәмі қандай еді деп толы бокалды дастархан шетіне сыра берді. Алғаш солай көрінеді, дәмін алған соң үйреніп кетесің деді, Ерік оның алдына бокалды жылжытып қойып жатып. Гүлғайша жігітті сыйлағаннан ба, әлде ұялғаннан ба, сыраны сораптан ішіп отыр. Расында да жағып қалғандай. Бокал кішкене орталанса Ерік үстемелетіп құяды. Гүлғайша адамның күні адаммен деген. Тағдыр тоғысы деген қандай жақсы. Қосыласың ба, осы сөзіме? Гүлғайша бас изеді. Ендеше бізде тоғыстырайық тағдырды. Жаман тұрмаспыз. Несін қайталай бересің, көрерміз дедім ғой деді. Гүлғайшаның ақшыл жүзі нарттанайын депті. Ерікке жанарын салып қарап, менің болашақ күйеуім сенсін. Олар шыққанда сыртта айлы түн екен. Салқын самал өн бойды қытықтап жатыр. Көкірек кере дем алған сайын жан дүниеңді сергітіп жіберетіндей. Ерік қызды қолтықтап алған. Ұялшақтықты серпіп тастап, іштегі арпалысқан сезімді сыртқа шығармақшы болады. Бірақ асау тайдай тулаған жүрек сабыр түбі сары алтын дейтін мақалды есіне түсіретіндей жайлап басып келеді. Мына түн күндегіден ерекше түн бе деймін, Гүлғайша қарап көрші өзің аспанға. Әне, ана бір жұлдыз жарқырап тұр. Бізге куә, Анау аспан әлемі, сондағы жыпырлаған жұлдыздар төңкеріліп түскендей, көз алдында самсап жатыр. Рахат бір дүниенің ортасында жүргендей. Өңі ме, түсі ме, білер емес. Түннің біраз уағы болып қалыпты. Жападан жалғыз үйде Күлпәш неғып отыр екен, әлде ұйықтап қалды ма? Гүлғайша енді біраз күннен кейін онымен бірге тұрмайтынын ойлан, көңілі құлазығандай денесі бір түрлі тіксініп кетті. Гүлғайша үйге көңілді кірді. Бір жағдай болған ғой, күлімдей қара. Ісі оңына ма? Сырттай ауыстым. Күлпәш құрбысына. Оның не, Гүлғайша? Бұл жөнінде әуелі Әнуар ағайына айтып көрдің бе? Жоқ, айтуға батылым бармады. Ауылға қайтпақшысың ба, сонда?
Жоқ, тұрмысқа шықпақшымын. Күлпәш құрбысы шын айтып тұр ма дегендей оның бұл сөзіне сене қойған жоқ. Мүмкін маған әзілдеп айтып тұрған жоқсың ба? Әзілдеп қайтем, Күлпәш, еріктің етегінен ұстадық қой. Оқыған жігіт, құрылыс инженері. Қашан кетпексіңдер? 10-15 күннен кейін. Қойшы, Гүлғайша, балалықпен істеп кейін бармағыңды тістеп қалып жүрме, әлі де ойланып көр. Бидайдың барар жері диірмен деп түбінде біреуге тиеміз ғой, Күлпәш. Мен не дейін, бақытты бол. Вокзал маңы ығы-жығы адам. Жолаушылар пойызының жолға шығатын уақыты жақын. Айырылысу алдындағы сәттер. Үйге хат жазып білдіре сал, деді Гүлғайша түрі қобалжулы. Күлпәш екеуі бір-бірін қия алмай, құшақтарын жаза алмай тұр. Гүлғайшаның көзінде жас. Айналасына қарап еді, сонау көкжиек, тіпті көк аспан да түнеріңдеген. Тұрақ таппаған қою, бұлт батысқа қарай үдере көшіп барады. Ауада аздап ызғырық бар. Түйе өркеш таулар шөгіп қалған. Мынау табиғатта Гүлғайша көңіліндей құлазып кеткен бе? Ей, Гүлғайша-ай, неге жылайсың? Өмірлік серігіңмен қуаныш құшағына оранғалы тұрғанда көзіңе жас алғаның қалай? Біріңді бірің жетелеп, бақыт баспалдағымен арман биігіне көтерілгелі тұрсың ғой. Қой, жылама. Иә, алдыңда көрмеген ауыл, көрмеген адамдар бар. Жақсы жанұя болып кетсеңдер болды да. Күлпәштің де көңілі еріксіз босап сала берді. Жолың болсын, ұмытып кетпе, Гүлғай. Ал, қош, Күлпәш. Қош, жасыл қала. Мен сенің кең құшағына сыймай барамын. Пойыз ышқынып қап орнынан қозғалды. Гүлғайша терезеге жабысып қолын бұлғап тұр. Көз алдын жиектеген мөлдір тамшылар сарттағыларда бұлдыр көрсетеді. Күлпәш көз ұшындағы пойызға қарайды. Оның жер соқылдатқан даусының сарыны әлі естіліп тұр. Ол Гүлғайшаның әлгіндегі сөзін қайталап тұрғандай. Екінші бөлімінің соңы.